Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен тыныс алу тақырыптық тестін талдайтын боламыз. Жалпы тыныс алу тақырыбын негізгі 3 бөлікке бөлсек болады. Оның біріншісі өсімдіктер тыныс алуы, екіншісі адам және жануарлардың тыныс алуы, және үшіншісі жасушалық тыныс алу, яғни молекулярный уровень. Осылай 3 бөлікке бөлсек болады. Бүгін соның алғашқы 2 бөлігіне байланысты тест талдайтын боламыз. Яғни ол өсімдіктер тыныс алуы және адамның тыныс алуы. Олай болса кеттік. Бірінші сұрақ. Жасушада органикалық заттардың тотығып, тіршілікке қажетті энергияның бөлінуі. То есть органикалық заттар бізде қайдан келді? Жасушадағы деп тұр ғой. Жасушадағы, получается, жасушаға келді сырттан. Олар тотығуы үшін. Нәтижесінде одан біз энергия алуымыз үшін. Ол бізде ең қарапайым әмбебап энергия көзі ретінде нені қолданамыз? Глюкоза. Глюкозаны қолданамыз. Ол тотығу нәтижесінде не істейді? Заттарға ыдырайды. Оны біз не деп атайтын едік? Катаболизм немесе диссимиляция деп атаймыз. Ыдырау нәтижесінде қалдық өнімдер пайда болады. Қалдық өнімдер ретінде ол су мен көмір қышқыл газы. Ал пайдалы өнім ретінде ол бізде әмбебап энергия көзі АТФ энергиясы пайда болады. Вот. Яғни жалпы бұл процестің барлығы қайда айтылады бізде? Ол жасушалық тыныс алуда, яғни молекулалық деңгейде айтылады. Бірақ мына жерде жалпы айтып тұр ғой, тіршілікке қажет энергиялардың бөлінуі не деп аталатындығы туралы айтып тұр. Бұл тақырыбымызға сәйкес ол тыныс алу деп аталады. Фотосинтез деген тура осының керісіншесі, наоборот жүретін процесс. Яғни органикалық заттар түзіледі, мұнда ыдырамайды. Мұнда стрелкамен көрсеттім ғой, су, көмірқышқыл газы түзіледі глюкозаның ыдырау нәтижесінде. Ал фотосинтезде тура соның наоборот жүреді. Су, көмірқышқыл газы и мұнда энергия көзі ретінде күн энергиясы, яғни жарық энергиясын пайдаланып, нәтижесінде онда глюкоза түзіледі. Бұл өсімдіктерде ғана жүреді. Немесе көкжасыл бактерияларды қосып жатқызамыз бұған. Так, яғни фотосинтезмен тыныс алу как бы бір-біріне қарама-қарсы жүретін процесс сияқты. Шамалы ерекшеліктері бар, бірақ ұқсасақ болады. Хемосинтез дегеніміз бұл да фотосинтез сияқты органикалық заттардың синтезделуі. Диффузия дегеніміз жалпы бұл тасымалдың бір түрі. Бұл тыныс алуға жатпайды. Екіншісі, шұбалшаңдарда газ алмасу жүзеге асатын мүше. Шұбалшаңды барлығымыз білеміз, топырақтың астында тіршілік етеді. Және шұбалшаңды ұстап көрсеңдер байқайсыңдар, оның өкпесі бар ма, желбезегі бар ма, дем түтігі бар ма? Яғни егер бұл 3 затты да елестете алсаңыздар, ойлаңыздаршы, өкпесі болуы мүмкін ба? Жоқ, мүмкін емес, себебі құрттарды өкпе жоқ, пайда болмаған. Өкпе бірінші болып кімдерде пайда болды? Ол қосмекенділерде, яғни құрбақаларда пайда болды. Сондықтан алып тастаймыз. Желбезек болуы мүмкін ба? Шұбалшаң суда тіршілік етпейді ғой, сондықтан мұнда желбезек болмайды. Суда тіршілік ететін, яғни судағы еріген оттекпен тыныс алатындарда ғана желбезек бар. Дем түтікші. Дем түтік бұл буынақ денелерге, буынаяқтыларға тән жүйе. Сондықтан шұбалшаң, яғни буылтық құрттарға бұның қатысы жоқ. Және соңғы талдамаған вариантымыз ол тері. Шұбалшаң ұстап көрсеңдер, сырты жылтырап суланып тұрады. Демек, ол терісі арқылы тыныс алады. Терісі жұқа тыныс алуға мүмкіндік береді. Келесі сұрақ. Сырты тозбен қапталған ағаштарда ауа енетін саңылаулар. Ағаш тыныс алу керек қой. Қалай тыныс алады? Оның арнайы саңылаулары бар. Оны барлығыңыз көргенсіздер. Мынандай аққайыңнан көргенсіздер. Кез келген ағаштар аққайыңнан көбірек байқалады. Сырттарында қара дақтарды көресіздер, мынандай дақтар. Бұл дақтарға үңіліп қарайтын болсақ, микроскоппен үлкейткен кезде оның құрылысы мына суреттегідей болып келеді. Яғни, оның сыртқы қыртыс, тоз қабаттардың арасында именно ашық жерлер болады. Мұнда да көрініп тұр, как будто жарып қойған сияқты, тіліп қойған сияқты болып тұрады. Бұларды біз не деп атайды екенбіз? Жасы мықшалар деп атаймыз. Жасы мықшалар. Лептесіктер деген бұл тыныс алуға қатысатын, ол жапырақта болады. Устицалар, жапырақтарда болады. Капилляр бұл жануарларға қатысты.
қан тамырының түрі. Трахеидтер болатын болса, бұл тасымалдаушы ұлпалардың түрлері. Яғни бұл заттарды ағашта, яғни өсімдікте тасымалдайды. Ал біздің тақырып тыныс алу. Қосшақтаулы ұлулардың тыныс алу мүшесі. Жалпы ұлуларды мына суретке қарап бір елестетсеңіздер болады. Бұл ұлулар типін біз 3 классқа бөлетін едік. Бауыраяқтылар, қосшақтаулылар және басаяқтылар деп, моллюскалар, иә. Так, бірінші кезекте ұлулар екі түрлі жерде тіршілік етеді. Олар құрлықта және суда. Құрлықта тіршілік ететіндерде өкпе дамыған. Ал бізде нені сұрап тұр? Қосшақтаулы ұлулар сұрап тұр. Қосшақтаулы ұлу бұл суда тіршілік ететін. Ішінен жемчуг шығатын бар ғой, бүйтіп ашылады екіге. Қосшақтаулы. Мысалы, устрица, гребешоктар бар, иә. Вот, осылар бізде қосшақтаулар. Олар суда тіршілік етеді. Суда тіршілік еткендіктен оларда не дамыған? Желбезек дамыған. Тері деп айта алмаймыз, себебі бұның терісін қараңыздар. Қатты қабыршақтанған болып келеді. Басқа варианттарды біз жаңа ғана өткен сұрақта талдап қойдық. Сұрақ: тоғандық көлбақаның негізгі тыныс алу тәсілі. Біз жаңа айттық, алғаш болып өкпе кімдерде пайда болды? Ол құрбақаларда пайда болды. Құрбақалардың бір түрі бұл осы тоғандарда тіршілік ететін көлбақасы. Көлбақада өкпе бар ма? Бар. Бірақ ол оның негізгі тыныс алу мүшесі емес. Себебі бұларда өте нашар дамыған болады. Яғни өкпенің көлемі өте кішкентай болады. Тыныс алу, яғни ауаның жанасатын беті өте кішкентай болады. Сондықтан негізгі бұлардың тыныс алу мүшесі әлі де тері болып табылады. Желбезек жоқ, себебі бұларда өкпе дамығандықтан судан құрлыққа шықты, яғни бұлардың дернәсілдерінде желбезек болады, бірақ ересек көлбақаларда желбезек болмайды. Сондықтан жоқ. Ауыз арқылы дейді, ауызында ешқандай тыныс алу мүшесі. Ауызды біз адамдардың қосымша тыныс алу мүшесі деп айтамыз. Ал бірақ ол тыныс алу жолына ғана жатады. Тыныс алу негізгі мүшесі емес. Сондықтан бұл жауапты да қабылдай алмаймыз. Жауап Б. Келесі сұрақ: суретте бейнеленген тыныс алу жүйесі. Суретте мектеп кітабынан алынған сурет. Байқасаңыздар, нені көрсетіп тұр мұнда? Мынау бізде буын аяқтылар. Қоңыз, қандай да бір қоңыздың суреті. Және қарасаңыздар, ішінде нені көрсетіп тұр? Тура бір қан айналым жүйесі сияқты бір жүйені сызып тұр. Бұл оның тыныс алу жүйесі. Бұл оның мына шетіндегі мына кеңірдектері, яғни оны қайдан бар деп айтатын едік? Құрсақ қуысының екі жағында қатар болып орналасқан еді, тесіктер болады. Оны сіздер буын аяқтыларды ұстап алып қарасаңыздарда байқауға болады ірі қоңыздардан. Және оның ішінде ауа жүретін жолдары бар. Бұл олардың дем түтіктері. Буын аяқтылар дем түтікпен тыныс алады. Дене бетімен тыныс ала алмайды. Себебі бұлардың денесі немен қапталған болады? Сырты хитинді жамылғымен қапталған болады. Ал ол өте қалың, қатты болады. Ешқандай ауаны өткізбейді. Келесі: тыныс алу типі мен оның сипаттамасын сәйкестендіріңіз. Сәйкестендіру сұрағы: тыныс алуды, яғни адамның тыныс алуы мына жерде біз екіге бөлеміз: сыртқы тыныс алу, ішкі тыныс алу деп. Сыртқы тыныс алу дегеніміз ол атмосферадағы оттектің біздің қанымызға өтуі, яғни өкпемен капилляр қан тамырларының арасындағы газ алмасу. Бұны біз не деп атаймыз? Сыртқы тыныс алу деп атаймыз. Жауаптардың ішінен қараймыз. Ол Б нұсқасында берілген екен. Атмосфералық ауамен қан арасындағы газ алмасу. Ал ішкі тыныс алу дегеніміз не еді? Сол капиллярға өткен қанның құрамындағы оттектің біздің ұлпаларымызға барып, енді ұлпалардағы капиллярмен жасушалар арасындағы газ алмасу деп атаймыз. Бұны біз ішкі тыныс алу деп атаймыз. Ішкі тыныс алу қалай жүреді? Қан мен ұлпалар арасынан болады. Демек түсінікті ғой. Біздің өкпемізге ауа кіреді. Өкпеден ол капиллярларға өтеді. Бұл бізде қандай тыныс алу? Сыртқы тыныс алу.
Енді капиллярдан қан арқылы бүкіл денемізге барады. Капиллярдан қайда қарай өтеді? Ұлпаларға қарай өтеді. Бұл қандай тыныс алу болады сонда? Бұл ішкі тыныс алу болады. Вот, тыныс алғанда, точнее, бұл жерде газ алмасу болды. Ал ары қарай тыныс алу енді ұлпаларда жүреді. Ұлпалардағы жасушалар ішінде жүреді. Жасушаның ішінде қай жерінде жүреді именно? Ол митохондрияда жүреді. Міне. Бүкіл оттекпен көмірқышқыл газының ауысуы бізде жасушаның ішінде митохондрияда жүреді. Мына басқа бөліктері бұлар тек қана тасымалдайды. Так, келесі сұрақ. Өсімдік тобы мен лептесіктердің орналасу орнын сәйкестендіріңіз. Лептесік деген бірінші не екенін білуіміз керек, иә? Лептесікті устица деп атайды орысшада. Және көп жерде устица деп келеді. Даже қазақша кітаптарда да жақшаның ішінде жазып кетеді. Бұның устица деп аталатындығы туралы. Лептесіктердің негізгі қызметі қандай? Бұл газ алмасу. Қандай газдардың алмасуы? Ол көмірқышқыл газы мен оттектің ауысуы. Яғни жапырақ фотосинтез кезінде оттекті бөледі, көмірқышқыл газын сіңіреді. Бұл процесс осы лептесіктер арқылы жүреді. Лептесік деп айтып тұрғандай, ол бір-біріне жанасқан екі жасушадан тұрады, и олардың арасында тесік болады. Осы тесік арқылы газ ауысады. Өсімдіктер оттекті өзіне қажетті емес оттекті бөледі, өзіне қажетті көмірқышқыл газын сіңіреді. Фотосинтез процесінде получается осы көмірқышқыл газынан сіңірген көміртектерді не үшін пайдаланады? Органикалық заттарды түзу үшін пайдаланады. Мысалы, мұндағы көмірқышқыл газдарының алынған көміртектерден не түседі? Глюкоза түседі. То есть, как строительный материал ретінде қолданады екен. Вот. Енді осы лептесіктердің орналасу түріне қарай екі түрлі болады. Құрлық өсімдіктерінде басқаша, су өсімдіктерінде басқаша. Құрлық өсімдіктерінің жапырақ тұратын болса, соның астында орналасқан болады. Яғни көлеңке бетінде орналасқан болады, жапырақтың астында. Демек, құрлық өсімдіктерінде қайда? Жапырақ тақтасының астыңғы жағында орналасқан. Яғни А жауап келеді, иә міне. Ал су өсімдіктері, мысалы, лотосты қараңыздар, мына лотосты. Лотос судың бетінде жабысып тұрады. Сондықтан ол көмірқышқыл газын судан сіңіре алмайды. Сондықтан не істейді? Бұның ауаға, яғни атмосфераға қараған беті, ол оның төбе жағы. Сондықтан су өсімдіктерінің лептесіктері ол жапырақтарының үстіңгі жағында орналасқан. Міне, лотостан байқаңыз, міне, үсті жағында орналасқан. Сондықтан су өсімдіктерінде ол жапырақ тақтасының үстіңгі жағында орналасқан болады. Ал С және Д жауаптарын қараңыздар. Тек тамыр жүйесінде болатын болса, бұл тыныс алу кезінде өсімдіктер тамырымен де тыныс алады. Потому что өсімдіктің тамырына ауа жетпесе, ол шіри бастайды және өсімдік өледі. Сондықтан түбін біз қопсып тұрамыз көбінесе. Немесе өсімдіктер өздері бейімделген тыныс алуға. Жасымықшалар туралы біз айттық. Жасымықтың течевичкалар деп атайды. Бұл сабақта орналасқан болады. Ол да тыныс алуға қатысады. Ол сабақта. Бізде өсімдіктерде лептесіктер туралы айтып тұр. Так, келесі. Аэробты организмдерге жататын тіршілік иелері. Бізде организмдерді екіге бөлетін едік, естеріңізде болса. Олар аэробты және екіншісі анаэробты. Анаэробты дейміз, оттексіз ортада, то есть оттек жоқ жерде тіршілік ете алатындар. Аэробты дейміз, оттекті орта, то есть біз аэробтыларға жатамыз. Себебі біз оттекті пайдаланамыз, оттексіз тіршілік ете алмаймыз. Кеттік. Барлық өсімдіктер аэробты ағзаларға жата ма деген сұрақ туындайды. Иә, себебі өсімдіктер оттексіз ортада ешқандай тіршілік ете алмайды, себебі бұлар тыныс алу керек. Сондықтан А жауап келеді. Саңырауқұлақтар барлығы жатады ма? Иә, саңырауқұлақтарда бізде оттекті ортада тыныс алады. Бірақ бізде бір исключенияларымыз бар. Кітапта неге саңырауқұлақтар аэробты ағзаларға жатқызады. Исключение бізде дрожждар.
Ашытқы саңырауқұлақтары. Ашытқы саңырауқұлақтары бұлар не істейді? Оттексіз ортада да көбейе алады. Так. Бірақ негізі олар оттекті де пайдаланады кәдімгідей. Қамырдың ашуы кезінде байқайсыздар оны. Так. Бірақ саңырауқұлақтар жатады бұл да вариантқа. Көптеген бактериялар, бұны да вариант ретінде жатқызамыз. Себебі кітапта көптеген бактериялар туралы айтылады, бірақ барлық бактериялар емес. Мысалы, ботулизм бактериялары. Олар оттексіз орта тіршілік етеді, яғни консервіленген банкінің ішінде тіршілік етеді. Сондықтан барлық бактериялар емес, көптеген бактериялар, олар аэробтылар. Аскаридалар. Аскаридалар бұлар бізде паразиттер. Лямбля паразиттер, таспақұрт паразиттер. Вот ерекшелігі осылар. Паразит ағзалардың көпшілігі, яғни адам денесіне тіршілік ететін паразиттер, бұлар анаэробты организмдер жатады. Аскарида, таспақұрт, бұлар қайда? Адамның асқорты жүйесінде тіршілік етеді. Ол жерде оттек жоқ. Сондықтан бұлар оттексіз тіршілік етуге бейімделген анаэробты ағзаларға жатады. Жауап А, Б, С. Өсімдіктердің тыныс алу қарқындылығына әсер ететін жағдайлар. Қандай жағдайда өсімдіктер тыныс алуы не істейді? Қарқындылайды, жоғарылайды. Өсімдіктер тек қана фотосинтез процесі емес, ол параллельно тыныс алады. Бірақ бір жағдайда оның қарқындылығы асады. Қай жағдайда? Өсімдік жас әсер ете ма? Жоқ, әсер етпейді. Өсімдік 1 жас, 2 жасқа байланысты тыныс алуында өзгеріс болмайды. Жапырақ пішінінде? Жоқ. Жапырақ пішініне байланысты емес. Өсу қарқыны? Бұлар өсуіне байланысты не болады? Тыныс алуы өзгереді. Яғни өсімдік өсу кезінде оның тыныс алуы қарқындылайды. Қарқындылығы асады өсу кезінде. Мысал үшін айтсақ, күзгі уақытта өсімдіктің тыныс алуы өте баяулайды. Не үшін? Өйткені күзде өсімдік өспейді. Қай кезде жоғарылайды демек? Мезгіл, қай мезгілде? Ол көктемде. Көктемде өсімдіктер жапырақ жару керек, бүршік жару керек, гүл ашу керек. Бұның барлығына көп энергия жұмсау керек. Ал энергияны қайдан алады? Тыныс алу процесі арқылы. Топырақтың түсі ешқандай әсер етпейді. Ол температура. Температураның жоғарылауы бұлардың тыныс алу қарқындылығын жоғарылатады. Және соңғысы ол жарық. Жарық жылдамдығы артқан сайында қарқындылық жоғарылайды. Келесі. Мұрын қуысындағы ауаны дене температурасына дейін жылытатын құрылым. Мына суреттен байқаған шығарсыздар, мен феннің суретін салып қойдым мұнда. Феннің жұмыс істеу принципін білсеңіздер, біздің мұрын қуысымызда тура сондай принциппен жұмыс жасайды. Қай кезде? Ол ауаны жылыту кезінде. Ауаны жылыту кезінде фен сияқты жұмыс істейді. Феннің жұмыс істеу механизмі өте қарапайым, былай түсінеміз. Феннің артында тесіктер болады, торды көресіздер. Ол жерде не кіреді? Ауа кіреді. Қандай ауа? Салқын ауа кіреді. Салқын ауа кіреді. Салқын ауа кіреді, бұның ішінен өтеді. Екінші жағынан қандай ауа шығады? Ол жылы ауа шығады. Сіздер мұндағы температураны қоюыңызға байланысты ол жылы немесе ыстық ауа шығады. Вот. Получается, бұны екі ортада жылытатын бір құрылым бар. Егер оның ішін ашып қарайсаңыздар, мынандай спиральдерді көресіз. Мына спиральдер токтың әсерінен қызады. Қызғаннан кейін бұның арасына мынаның феннің ішінде вентилятор бар. Вентилятор ауаны айдайды. Спиральдің арасынан ауа өтеді, нәтижесінде жылыйды. Сонымен соңында жылы ауа бар. Солай ғой. Біздің мұрын қуысымыз тура солай жұмыс жасайды. Біздің мына танау тесіктеріміз арқылы кірген далада, допустим, минус 30 градус десек, одан кірген минус 30 градус суық ауа мұрынның арасындағы, мұрынның ішіндегі капилляр қан тамырларының арасынан өткен кезде өкпеге барғанға дейін ол жылынады. Сондықтан қан тамырлар, ал точнее, ол капилляр қан тамырлардың жұмысы ауаны жылыту болады. Тура мынау фендегі спираль қызметін атқарады. Кірпікшелі эпителий бұл шаң тозаңды ұстап қалады.
иіс сезу рецепторлары жүйкелері бұлар заттың иісін анықтауға көмектеседі. Сілемейлі қабық болса да, бұл бактерия, вирустарды ұстағаннан кейін, ол сілемейдің арасында бізде нелер бар? Антиденелер бар. Біздің лейкоцит жасушаларымыз бар. Олар оны жою қызметін атқарады. Міне, демек, получасының барлығы мұрын қуысындағы бар құрылымдар, и оның әрқайсының қызметі әртүрлі. Кеңірдектің қабызып қалмауын қамтамасыз ететін құрылым. Бұған да бір мысал келтірейін. Мысалы, мынандай бір шлангілерді білесіз. Шланга, да, су себетін. И оны қарасаңыздар, кейбір шлангілерді басып жаншу мүмкін емес. Себебі оның ішінде нелер болады? Оған мықтылық қасиет беріп тұратын ішінде мынандай кальцийлары болады. Пластиктен жасалуы мүмкін, темірден жасалуы мүмкін. Қысқасы, осындай қабысып қалмауын қамтамасыз ететін нелер болады? Кальцийлар болады. Тура сондай біздің кеңірдегімізде де кальцийлар бар. Бірақ олар неден құрылған? Шеміршектен құрылған. Бұл не үшін керек? Біздің кеңірдегіміз жабысып қалмау үшін. Не үшін жабысып қалмау керек кеңірдек? Себебі біз әртүрлі позада мойнымызды қимылдатамыз. Төмен, жоғары ұйықтаймыз, тұрамыз, мойнымызға галстук тартып байлап қоямыз. Сол кезде ауа ешқандай кедергісіз өкпемізге жетіп тұру үшін осындай кальцийлар бар. Бірақ ол кальцийлар толық кальций емес, домалақ. Ол жартылай кальций. То есть, мына жерінде ортада жоқ ештеңе. Не үшін деген сұрақ туындайды? Себебі именно осы ашық жерінде бізде осы кеңірдекке параллельді не жүреді? Өңеш жүреді. Ол бізде асқорыту жүйесін, яғни тамақты жұтатын, тамақты өткізетін мүше. Бұл өңешке де мына кальцийлар кедергі келтірмеу керек. Енді бір-біріне кедергі келтірмеу керек. Сондықтан асты жұтқан кезде біз ешқандай қиындықсыз оны жұта аламыз. Себебі параллельно тұрған кеңірдек бізге кері әсерін бермейді. Түсінікті ма? Сондықтан жауаптен примерно таптыңыздар. Ол бізде шеміршекті жартылай сақиналар. Жаңа айттық, толық емес деп. Бұл жартылай сақина. Бұл сүйектен құрылмаған. Бұл неден құрылған? Шеміршектен құрылған. Тұтас бола алмайтындығы туралы айттық. Бұлшықетті қабырға. Бұлшықетті қабырға көп мүшелерде бар. Оның мысалы жаңа айтқан өңештің қабырғасы ол бұлшықетті қабырға. Венаның капиллярдың қабырғасы бұлшықетті қабырға. Сондықтан бұл жер жатқыза алмаймыз. Сүйекті пластинкаларда жатпайды. Кеттік. Өкпенің сыртын қаптайтын жұқа қабықша. Міне сіздерге өкпе. Міне өкпе бізде екі бөліктен тұрды. Өкпе постоянно қозғалыста тұрады. Минутына ересек адам 18-20 рет тыныс аламыз. Ал сәбилер туылған кезде минутына 60 рет тыныс алады. Сондықтан туылған баланың тыныс алуын жақсылап тыңдап көріңіз. Ол өте тез тыныс алады. Окей. Енді 18-20 рет бізде өкпе өзінің көлемін үлкейтіп кішірейтеді. Енді ол уақытта өкпенің сыртында не бар бізде? Қабырғалар қаптап тұр мына жерде. Қабырғалар бар. Қабырғаларға үйкелуі мүмкін ғой. Үйкелсе бізде зақымдалады өкпе. Сондықтан үйкелмес үшін өкпенің сыртын жұқа қабықша қаптап тұрады. Оны біз қазақшасын өкпе қап деп атаймыз. Бірақ бізде қазақшасымен қатар ғылыми атауын берген, оны не деп атаймыз? Плевра деп атаймыз. Плевра. Получается, бізде өкпе мен қабырғалардың арасында жұқа қабықша бар. Плевра деп аталады. Өкпе қап. Оның арасында сұйықтық толы. Сондықтан өкпе қозғалған кезде арасында сұйықтық пен үйкеліс өте аз болады. Нәтижесінде өкпеде ешқандай зақым көрмейді. Бізде осындай ішкі органдарымыздың көбісі осындай сұйықтықпен қапталған арнайы қабықшалары болады. Ол үйкелісті азайту үшін керек. Мысал үшін, мұнда айтып тұрған А вариантында перикард, бұл жүректің қабы. Бұл жүрек қабы. Тура осындай механизмі, құрылыс шамалы басқаша болуы мүмкін, бірақ механизм тура осындай. Жүректің сыртын мынау қабырғамызға үйкеліспеу үшін, үйкелісті азайту үшін сыртын, жүректің сыртын бір қап қаптап тұр. Оны біз перикард деп атаймыз, немесе жүрек қабы. Өкпенің сыртында тура сондай плевра бар, өкпе қабы бар.
Все. Диафрагма дегеніміз бұл құрсақ қуысы пен кеуде қуысын бөліп тұратын бұлшық ет, тоже тыныс алуға қатысады. Эпителий дегеніміз бұл жалпы өкпенің құрылатын ұлпасы. Точнее, біз альвеолаларды эпителий ұлпасынан құрылады деп айтамыз, иә. Кеттік, келесі сұрақ. Тыныс шығарғандағы ауа құрамындағы көмірқышқыл газының мөлшері. Бізде тыныс алу, жазбайық, тыныс алу және екінші ретте тыныс шығару. Екі құбылыс бар. Тыныс алған кезде оттектің мөлшері ол 21% болады. Тыныс шығарған кезде бұл 16%-ға төмендейді. Сондықтан мұндағы біз екі вариантты тастаймыз. Бұл оттектің мөлшері. Көмірқышқыл газының мөлшері тыныс алған кезде 0,3 болады. Тыныс шығарған кезде ол 4%-ке көбейеді. Сондықтан мұнда тыныс шығарғандағы көмірқышқыл газын сұрап тұр ғой. Демек ол 4%. Ал мынау 0,003. Бұл тыныс шығарғандағы, тыныс алғандағы көмірқышқыл газының мөлшері. Так, түсінікті ғой да? Ал мұндағы екеуінен қалған бізде енді азот бар. Азот бізде 78%-ді құрайды. Және ол ешқандай өзгеріссіз қалады. Тыныс алғанда да, тыныс шығарғанда да өзгермейтін газ деген кезде осы азотты белгілейміз. Келесі сұрақ. 16-шы сұраққа келдік. Тыныс алу мүшелерінің ішкі бетін астарлайтын шаң тозаңды сыртқа шығаратын ұлпа. Естеріңізде ме? 3 сұрақ бұрын біз бұл сұраққа тоқталып кеткен болатынбыз. Тыныс алу мүшелерінде кездесетін ұлпалар және олардың қызметтер туралы айттық. Жүйке ұлпасы не істейді? Жүйке ұлпасының рецепторлары бар. Бұл рецепторлар мысалы үшін шаң тозаң біздің мынау кеңірдегімізге, көмейімізге, жалпы тыныс алу мүшелеріне тұрып қалған кезде ол тітіркенеді да, қайда жібереді? Біздің ми бөліміне жібереді. Ол жерде тыныс алу орталығы орналасқан. Мысалы, сопақша ми туралы айтып тұрмын, байқатсаңыздар. Сопақша мида орналасқан, ол бізде қорғаныш рефлексын жүзеге асырады. Ол қандай? Ол жөтелу, түшкіру. Сол арқылы біз тыныс алу жүйемізді, мүшелерді тазартамыз. Яғни жүйке ұлпасының қызметі сондай. Бұлшық ет ұлпасының қызметі десек, мысалы үшін, бұл біздің сөйлеуімізге қатысады. Тіл, не бар, бұлшық етті таңдайымыз бар. Жалпы тыныс алу мүшелерінде де мына өкпе, диафрагма, көкет, оның барлығы бұлшық ет ұлпасынан тұрады. Тыныс алуға қатысатын бұлшық еттің түрлері. Дәнекер ұлпасы. Дәнекер ұлпасы, мысалы, шеміршектер, тыныс алу сіңірлері, бұлар дәнекер ұлпаларына жатады. Және байқасаңыздар, ең соңғы болып талдайын деп тұрған, бұл А варианты тербелмелі эпителий. Мысалы үшін былай көрсетейін сіздерге, мынау бізде кеңірдек деп атайтын болсақ, онда мынандай эпителий орналасқан болады. Эпителий жасушалары екі шетінде өте үлкен қылып сызып жатыр, түсінікті болу үшін. Және оның бетінде нелер болады? Мынандай кірпікшелері болады. Бұл кірпікшелердің жұмыс істеу механизмі бір бағытта қозғалып бастайын, анандай сыпырғы сияқты бір бағытта қозғалады. Сыпырғымен бір жақ қарай сыпырсақ, бұл да тура солай жоғары қарай сыпырады. Сондықтан қандай да бір заттар тұрып қалатын болса, бұл оны сыртқа шығаруға тырысады. Ішке кіргізбеуге тырысады, өкпені зақымдамау үшін. Яғни жауап бізде осы. Тыныс алудың гуморальдық реттелуіне әсер ететін басты фактор. Гуморальдық реттелу. Бізде реттелудің екі түрі бар еді. Физиологиялық реттелу және гуморальдық реттелу. Физиологиялық реттелу ол, получается, бізде тыныс алудың жылдамдығына әсер ететін, яғни өкпенің жұмысын жылдамдататын нелер бар еді. Қабырға аралық бұлшық-еттер және көкеттердің жұмысына байланысты. Гуморальдықта не болады? Мысалы, физиологиялық, получается, біз жүгірген кезде ғой, оттек жетіспеді. Гуморальдық дегеніміз, получается, бұл қанның құрамындағы көмірқышқыл газының концентрациясына байланысты болады. Сен жүгірмеуің де мүмкін, ұйықтап жатқан болуың да мүмкін. Нәтижесінде не болады? Көмірқышқыл газының концентрациясы артады қанда. Бөлмеде оттек төмендеп кететін болса.
Нәтижесінде не болады? Бізде тыныс алу жоғарылайды, жүректің соғуы жоғарылайды. Себебі оттекті жеткізіп беру керек. Ол қан тамырларында орналасқан, мысалы бізде мына мойында синусоидты деп атаймыз, рецепторлар орналасқан болады. Ол аортада, яғни қолқа қан тамырларында орналасқан рецепторлар болады. Бұлар не істейді? Постоянно қанның құрамын өлшеп тұрады. Онда көмірқышқыл газдың концентрациясы артатын болса, оны миға қарай сигнал береді. Бізде оттегі тапшылығы бар деген сияқты. Демек, жауап Б. Өкпе көлемдері және олардың сипаттамаларын сәйкестендіріңіз. Так, өкпенің көлемі біріншіден айтатын болсақ, ер адам мен әйел адамда екі түрлі болады. Ер адамдарда көбірек болады. Я, орташа ол 3500 миллилитр болады, немесе 3,5 литр деп атаймыз. Так, тыныс алу көлемі дейді. Тыныс алу көлемі дегеніміз, бұл біз қалыпты тыныс алып жатқан кезде алатын ауаның көлемі. Біз қалыпты тыныс алып тұрған кезде, яғни жүгіріп немесе ентігіп тұрған жоқ кезде тыныс аламыз 500 миллилитр ауамен, немесе 0,5 литр. Оны біз қалыпты тыныс алу деп атаймыз. Бұл жұтылатын ауа мөлшері. Қанша екен? 500 миллилитр. Ол Б жауабы. Ал қалдық көлем деген бар екіншісі. Қалдық көлем дегеніміз бүкіл ауаны терең тыныс алып, терең тыныс шығарып, соңғы демді де шығарған кезде ауаның өкпенің ішінде қалып қоятын ауа көлемін айтамыз. Яғни өкпеміз қабысып қалмау үшін оның ішінде ауа қалу керек. Ол қанша болады? 1,2 литр болады. Яғни терең дем шығарғаннан кейін қалатын ауа көлемін біз қалдық көлем деп атаймыз. Ол А жауабына келеді. Ол шамамен 1,2 литр болады екен. Ал С-ді жауабын қарап көрейік. Терең тыныс алғанда қосымша жұтылатын. Обычно тыныс алдың қанша еді ол? 500 миллилитр еді. Бірақ сен терең тыныс алған кезде қосымша тағы да 1500 миллилитр ауаны біз жұтады екенбіз. Ал өкпенің ең жоғары көрсеткіші дегеніміз, бұл терең тыныс алғандағы өкпеге жиналатын ауаның мөлшері. Ол әр адамда әр түрлі болады. Спортсмендерде ол 7500 литрге дейін кетеді, яғни өкпесі өте үлкен болады. Шыныққан адамдарда, спортпен шұғылданатындарға, немесе одан төмен болады. 2700 болуы мүмкін төменірек. Қандағы қандай заттардың артуы тыныс алуды жиілетеді? Жаңа екі сұрақ бұрын айттық, иә? Біздің тыныс алуымыздың гуморальдық реттелуіне әсер ететін зат деген кезде біз қанның құрамында көмірқышқыл газ дедік. Вот, тура осы жауапты бұдан аламыз. Себебі көмірқышқыл газ артқан сайын біздегі ми қабырғааралық және диафрагмаға бұйрық береді тыныс алуды жылдамдату туралы. Себебі оттекті жеткізіп беру керек. Демек, бірінші жауап ол Б болады. Екіншісі, біз қатты қуанғанда, қатты ашуланғанда, қатты қобалжығанда қандай гормон бөлінетін еді? Бақыт гормон деп те атайтын едік қой. Яғни стресс емес, точнее. Бұл бүйрек үстінен бөлінетін гормон еді. Біздің немізді анықтайтын еді? Стресстік жағдайларға дайындығымызды анықтайтын. Ол адреналин гормоны. Адреналин бөлінген кезде жүрек соғуымыз жылдамдайды, жиілейді және тыныс алуымыз жылдамдайды. Бұл адреналин. Ал басқа варианттарды қарайық. Глюкоза. Глюкоза дегеніміз, ол получается, сіз мысалы тәтті жүзім жедіңіз. Тыныс алуыңыз арта ма? Жоқ. Витаминдер қабылдадыңыз, немесе тура осы глюкозаның құрамында витаминдер бар. Жылдамдығы жоқ. Гемоглобин, ол қанда постоянно болатын нәруыз оттекті көмірқышқыл газын тасымалдайтын. Мұнда бола ма? Жоқ. Азотты жұтып жатырмыз минут сайын, секунд сайын 78%. Өзгерді ме тыныс алуымыз? Жоқ. Демек, бізде тек екі жағдайда болады екен. Тыныс алу орталығы жүзеге асыратын қорғаныш рефлекстері. Так. Қорғаныш. Ол біздің
тыныс алу жүйемізге қандай да бір бөгде заттың түсіп кетуін және оны сыртқа шығарып тастау жұмысын біз тыныс алудың қорғаныш рефлекс деп атаймыз. Оны тыныс алу орталығы реттеп отырады, жүзеге асырады. Қандай да бір мысалы аллергия кезінде гүлдің тозаңдары мұрын қуысымызға тыныс алу жүйемізге түсетін болса, біз бірден түшкіреміз, жөтелеміз. Не істеп жатырмыз? Қорғанып жатырмыз. Екіншісі, вирустар түсіп жатыр, немесе шаң болып кетті, машина түтіні болды. Ол кезде біз жөтелеміз. Не үшін? Тыныс алу жүйемізге зиянды заттар түсіп жатыр. Соны сыртқа шығаруымыз керек. Оның біріншісі жөтелу, екіншісі түшкіру. Түшкіру кезінде адамда ауаның шығу жылдамдығы сағатына 400 км жылдамдыққа дейін шығады екен ауаның шығу жылдамдығы. Ол өте жылдам. Қорылдау, есінеу дегеніміз бұның барлығы ұйықтау кезінде болады. Жұтыну дегеніміз бұл да рефлекске жатады, сопақша мидың, бірақ бұл ас қорыту рефлексіне жатады. Ал бізде тыныс алу сұрап тұр. Күлу мүлдем вариантқа жатпайды. Болды, осымен бүгін сіздермен талдайтын тестіміз аяқталды. Ертең осы уақытта сіздермен қайта кездескенше сау болыңыздар.